Бүгін 10 шілде 2022 жыл. МТЗ-80 тракторының бірінші қызмет көрсету жұмыстары, яғни тех обслуживание 30 сағат. Міне экраны көрсетіліп тұр. Қазір барлық майларын ағызып, жаңа май құямыз. Так, міне двигательдің майын ағызып отыр қазір. Әрі қарай ағызған майды, құйған майды бәрін түсіріп көрсетіп отыратын болам. Масляный двигательдің несін фильтрін ауыстырып отырық. Міне мынау ішінде майы бар, старый, новый. Майды құйып жатыр. 12-13 литр кететін шығар. Енді 15 көп болса, шөппен қарап отырып құямыз. Міне қалғандары дайын тұр. 15 литр бар мұнда. Толықтай жетеді. Топливный фильтрді ауыстырып жатыр. Коробканың майын ауыстырайын деп жатырық. Коробка, мост, бортовой. Что, подать этот бачок? Да, бачки давай. Не, вот сейчас. На те хочешь ты? Да, хотел маленький. Сначала их заполнить. Сейчас буду закрывать его. Ага, давай закрой. Сейчас можешь закрывать. Перельем туда его. Ага. Лучше так сделаем. Жаймеде құямыз осыны қазір. Дальше май құйып жатқан кезіміз түсірем. Мосты майын ағызып жатырық. Екінші канистр. Коробкамен мосттың майын құйып жатырық. Үстің крышканы ашқан жоқпыз. Шөптің тесігінен құйып жатырық. Осылай. Воздушный фильтр. Пастухан. Май құйып свежий. Ашу жауып сүртіп жуып. Мусорға салынады. Камераны сөндіріп көмектесейін. Так, МТЗ-80 қызмет көрсету жұмыстары бірінші жұмысы, яғни бірінші тоғы болдық. 30 сағат. Мына жер бойынша топливный фильтр ауыстырдық. Коробкамен мосттың майын ауыстырдық. Гидробакқа майды құйдық. Барлық жерін майладық.
ауыстырдық двигательдің масляный фильтрді. Так, воздуханы құйдық майды. Тағы не жұмыс істедік. Мына слив, мына вот уровень, аяғында слив. Осылардан ағызып, үстен құйып, полный техобслуживание жасап қойдық. Толықтай